Қандай қару болды ол жерде? Не көрдіңіз? Бұл жерде пышақ көрдік. Баламды мылтықпен ұрып жатқан кезім бар. Баламды мылтықпен ұрып жатқан кезім бар. Кімнің қолында пышақ болды? Нақтылап айта алмаймын енді. Бірақ шыңғыс, абзал, нұрқияс деген. Нұрқиястың қолында мылтық болды. Нұрбол сол болды. Сіз жәбірленуші ретінде берген жауабыңызда оқиға орнында асқаналық май кесетін пышақ алдым деп көрсеткенсіз. Яғни Нұрболмен бірге дүкеннен шығатын кезде. Айтыңыз, осы пышақты қай жерге қойғаныңызды нақтылап айтып бере аласыз ба? Иә, дүкенде. Қай жеріне қойдыңыз? Дүкенде сол тартпаған. Пышақты сипаттап бере аласыз ба? Басы домаған, жалпақ келген пышақ. Кәдімгі май кесетін пышақ, стол. Сол жерде май кесіп, сыр кесетінбіз. Өлшеп беремін. Айтыңызшы, осы асқаналық май кесетін пышақты сіз сол оқиға болған кезде қанша рет қолыңызға ұстадыңыз? Бір рет ұстадым. Сол пышақтан обыраж етті. Айтыңызшы, дүкеннен алынған бейнежазбаға сәйкес 4 қазан 2024 жылғы 00:58:52 сағатта сіз кассадан маңынан сол қолыңызға бір нәрсе алып, дүкеннің есігіне қарай жүгірдіңіз. Сол кезде дүкеннің ішінде 2 қыз және 3 жігіт тұрған болатын. Сол қандай нәрсе болды? Нақты айта алмаймын. Есімде жоқ. Негізі ашулы еді. Бірінші показанияда айттым, пышақ болды, қорғау үшін баламды қорғау үшін. Жазылды оны. Ана бейнежазбада бір зат алып шықтыңыз ба? Айттым ғой, ана 2 қыз 3 жігіт тұрған кезде ол жерде байқамадым. Есімде жоқ ол жерде. Мен пышақ алған жерім сол Нұрболмен шыққан кезде ғана пышақ алып шықтым. Қалған жерде есімде жоқ, ашулы болды. Так, келесі тағы бір сұрақ қойдым. Дүкеннің ішінде басқа да пышақтар бар ма? Болмау керек. Басқа жоқ ба? Болмау керек. Сіз нақты айта аласыз ба? Болмау керек пе? Жоқ. Мен дүкен постоянно болмауы керек. Ол жерде дүкенде жолдасым қарағасын. Бірақ ана қасапханада етті ол жерде болу керек. Ет қой, етті қарасын. Ал магазинде, дүкенде мен білетін сол бір ғана пышақ стол olur. Сосын Нұрболмен бірге дүкеннен шығатын кезде сол жерде қолыма пышақ алдым деп отырсыз. Не себепті алып шықтыңыз? Ол өзі пышақпен кірді, менің қалтасынан көрсетті. Ол Бейнежазбаға түспей қалды. Жоқ, бейнежазбаға сәйкес сіз Нұрболға емес, керісінше сыртқа шығып, басқа сол жерде тұрған адамдарға қарап Мен бірінші Нұрболға айттым. Сен пышағыңды бір жерге тығып қой деп. Жаңағыны айтып, кетсеші сен, болды ғой уже болатыныз. Сен алып қайта келе бересің деп мен соған ескерттім. Оған мен пышаққа алып жүгіргенім жоқ, қолымда тұрған пышақ. Мен оған түсіндірдім ол жерде. Болды ғой, қайта келе бересің, түсіндіріп айттым. Не керек деп мен түсіндіріп айттым. Онда сол қазір оқиға орнына біздің тұрған жерімізден қалай бару керек емес пе? Онда сол жерге барайық, сол жерде өзіңіз бағанағы пышақ тұрған жерді көрсетіп бере аласыз ба? Бір жетте болды магазинда. Сол тұрған жерде алып кеткен. Жақсы, онда осы жерден қазір қатысушылар басқа сұрақтарыңыз бар ма? Осы жерде? Жоқ, осында жоқ. Онда қазір 12 сағат 32 минут біз қазір бейне камераны тоқтатып, оқиға орнына жәбірленушінің айтуы бойынша барғаннан кейін сол жерде жандандырамыз. Хамажай магазин адресі қандай? Приживальская 6, былай Менделеева 13, сол домның жанында. Былай нақты адресі Приживальская 6. Сол мекен-жайға келгенге дейін бейнежазба тоқтатылады. Арбайы бейнежазбаны соны жалғастырамыз. Қостың? 12 сағат 45 минут. Біз қазір осы жерге жәбірленуші Нұрымов Қаржаубайдың айтуы бойынша келіп тұрмыз. Көрсетуі бойынша. Нұрымов Қаржаубай осы жерде бізге түсіндіріп беріңізші. Қазір қай мекен-жайда тұрмыз, қай жерде тұрмыз? Сіздің сөзіңіз. Приживальская 6. Приживальская 6. Менделеева 13 деген отон.
содан бастап район арқылы өтілген қалай болған барысы. Соған қашықтан келін. Полный сломан система. Он просто показывает. Полный сломан, вот подойдет. Фиксирует. Ага. Сейчас полный көрсетіп бастамай. Салсақ көрсетіп тұрсын. Тергеу әрекеті барысында жәбірленушінің көрсетуі бойынша яғни Қамажай дүкенінің ішінде кассаның суырмасында тақпай суырмасының ішінде қатысушы медициналық қолғап қатысушылар көріп тұрсыздар. Столовый Асханалық пышақ түсі күміс түстес болды ма? Күміс түстес, сабы да бәрі, жүзі де бәрі бірге темірден жасалған. ешқандай нелері жоқ. Мен өйтіп көріп алсам болды ма? Газ қояды жерге қойсын. Сейчас на белый фон поставят. Қазір мына жерге, да? Я вижу. Так, қазір ұзындығын өлшеп жүрдік. Линейка. 100 ортаның. Линейка көрсетті. Линейка салды пол. Шам жете ма? Бетін сұрай. Не, бар ғой. Ага, давайте. О, Кожубай, смотрите, что линейка все бар-бар. Ұзындығын бәрін өлшейді. Сіз не қарайсыз? Мен қарап тұрмын. Так, ұзындығы қанша сантиметр? Жалпы дейді ғой. Тартайық. Так, Жерге өртеп жүр отырып. 30 сантиметр. 28, 29, 29, да? 29. Жүзі? Так, клинок.
тұра берсе қажу. қарап тұрасыз ғой. 20. Узундугу 20 миллиметров, да? 29. 20. У нас Ну, максимальный. максимально 20. 20. Ені жүзін ба? На самой широкой Так, стороне. давайте длину клинка. Жүзім. 15, иә? 15. 115. Сабы. Сабы сонан жаңа. 115 будет. Кешірім сұраймын, назар қалуыңызда. Мына Қаржыбай мырзаның қолында бұл пышақ болған жоқ. Соны сары түсті болған. Иә, бұл тағы да сіздерге де қатысты. Жарыс сөзде бұл түсіндірмелердің бәрін айтуларыңызға болады сіздер. Тоже 15. 15, 15, 15 30 болды ғой. Жоқ. Ұзындығы, общий ұзындығы. 29, біреуін 29, там же закругленный. Жоқ, общий ұзындығы мына жерге 30 ғой. Мен сені сабымен бөліп, несін жүзін есептеген кезде уже 15-15-тен бөлмейсің ғой. несін 30 сантиметр. енің жүзін. максимальный жерін. Иә? Ені 20 сантиметр, 20. ең үлкен несі, қалың жері. Сабын Самый, жоқ, оны. Бірде 14. 13. 13. 13 миллиметр. Так, осы пышақ қой тестілеу әрекеті барысында Адрологиясы бар. Қазір адрология салайық, иә? Несі сары. Иә, дұрыс. Қаржыбай. Құрметті адвокат. Қазір келген өтесіне. Мүмкіндік беремін сөйлесуге. Арнайы стильдік банка, адрологический несі бар. Полиграф қолданамыз. арнайы адрологиялық салу үшін полигаға мата қойып, материалға және ол арнайы ашылмаған банкетті алып шығарылды. Бетіне оның сыртына қажы оралды. Жалпы бәрі жалғыз тұрған. Қанша Мен уақыт біраз тұрады? уақыт тұрсын. Қанша уақыт тұрады? Жарты сағаттай тұрсын. 30 минут. Сосын Жәбірленуші басқа дауыс неде дүкеннің ішінде не бар ма? Пышақ. Басқа пышақ қолданатын. Басқа пышақ жоқ па? 30 минут. 30 минут. Пышақ түсірсеңіз. Пакетті өзіміз алып жүрмесе болады ма? Сырттарымызын адрологиясын показывать. Жоқ, до осмотрмен аласыз. 12.55'te басталды.
13.25'te 13.25'teyiz mi? Не, не надо быть. Нет, давай что тут, у меня было. Сейчас прокуратура будет перепроверять. Чем следственные действия тогда выполнить, чтобы все присутствовали. Ана неде база болған кезде жатқан сипарасы тоже. Кыргызов, мына жерде 30 минут осылай тұрады видео. Өткізіп жіберсек болады негізі. Казанның сыртын боимыз, беркі жабыстымыз, қолымыз өт, жәбірленушілік. Просто қол қоясыз.